ауданымыздың атбекісі Бергенов болсын бауырымызға келіп отырып, бұл кісі ауданымыз атбегі, көптеген балаларды дайындайды, аттары бар. Ассалаумағалейкум. Ақбақтауға деген өзіңіздің қызығушылығыңыз қай уақытта оянды? Көкке лақтыр бөркіңді, азаматтарым! Ауданда тұрғаннан кейін бұрынғы кейіннен ой осы атқа қызыққаннан кейін осы жерге келдім. Негізі этаж үйде тұрған мен басында. Содан жаңа әкеміз бір бас сиыр сатып алды да, одан нағашым Тоқберген Дәурен деген нағашым бар. Сол кісіге малын қосқаннан кейін мен де қоса сиырмен бірге апарып тастады. Содан жылқыға үйір болып бірінші бәйгелеріне сол Дәурен ағамыздың нағашымнан аттарын шауып бастадым. Енді сіздер қандай жастарды қыстыңыз аттаңыз? Аудандық, басқа облыстарға барды ма? Негізі біраз жерлеріне барып қайттым. Сіздердегі бір үлкен ақсақалдың асына барған 2007-де. Сол жерде призовой болдым. Біраз жерде Павлодарда железинка деген спартакиада болған. Сода болдым. Аудан ішінде почти бүкіл бәйгеде мәселе жасынан көрдім де призовойда жүріп. Енді сіз қазір таңда неше ат баптап отырсыз бәйгеге? Қазіргі таңда менің өзі основной ат қорамы 6 аттық. Ар жағында кіші қорам бар, сонымен 11 ат, 11-12 аттайымыз бар. Шәкірттеріңіз бар ма? Иә, мына шәкіртім Мұсатаев Фархат деген бауырым өзім. Осы шабандоз. Фархат бауырымды 3-4 рет шауып, бәрінде призовойда жүр. Көбінесе балаға чу дегенде әдеп үйреткенде біз рация қолданамыз. Сол рациямен кейіннен өзі бір жыл өткеннен кейін рацияны шеше бастаймыз. Осы Фархат, неше жасынан бәйге шауып жүрсің сен? Атыңның аты қалай? Мұсатаев Фархат. 21 жылдан бастап бәйге шауып жүрмін. Айтуға өзіміз Маратовда еркелетеміз. Былтыр бірінші бәйгесінде Қаражалда 1 болды. Одан Қарқаралыда Саздың 85 жылдығында 3 болды. Сосын Қаракеңгірде 3 болды. Көз айым 5 рет қосылды. Былтыр 5 рет қосылды, тайында 3 рет 1 болды, 2 рет 3 болды. Барағыз деген тай болды. Қырғызстаннан-ақ келгенбіз, әлі қосылған жоқ. Өзіміз Қызылраушанды еркелетеміз. Негізі Қарақата 1 рет қосылды. Жесторы деген байтал, былтыр Емірші бәйгесінде Берсаққан деген ауылда Аталық жақта сонда 2 болды. Одан кейін облыстың атлетика сезонында да 3 болды. Содан Қаракеңгірде 3 болды.